Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде тіске басар, яғни цветная капустадан. Оны әзірлемес бұрын ең бірінші цветная капустамызды алып, жақсылап жуып тазалап, және кастрөлге суымызды құйып қайнатып аламыз. Цветная капустамызды 7-8 минутта, яғни қатты пісіп те кетпеу керек, қатты да болмау керек, орташа жағдайда пісіріп аламыз. Осындай жұмыртқамызды жақсылап араластырып, мен 3 жұмыртқа пайдаландым. Керек қажет болып жатса тағы да үстіне қосып отыратын боласыз. Жұмыртқаға жақсылап араластырамыз. Тағы бір ескеретін жайт, жұмыртқамызға тұз ешнәрсе қоспаймыз. Цветная капустаны суға қайнатқан кезде кішкене тұз салып жіберсеңіздер болады, бірақ қоспасаңыздар да. Мінекей, бізде осындай қызып тұрған майымызда барлығын қуырып алатын боламыз. Және де келесі кезекте қуырып алып болғаннан кейін біздер майонез алып үстіне чеснок қосатын боламыз. Чеснокты, яғни теркадан өткізіп, ұсақтап немесе турасаңыз да болады. Және де осы чесногымызды өзіңіздің ұнататыныңызға қарай, біреулер ұнатады, біреулер аса қатты ұнатпайды. Сол себепті оны көз мөлшерімен пайдаланатын боласыз. Яғни цветная капустаңыздың мөлшеріне де байланысты. Мінекей, барлығын қуырып алғаннан кейін майонез бен чесногымызды араластырып, осындай барлығын араластырып шығатын боламыз. Өте керемет, дәмі ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, канал Зухра Қуанышбекова, міндетті түрде тіркеліп лайк баса кетіңіз.